Бүгін мен сіздерге қазақ халқының мақтанышына айналған, аспан әлемін бағындырған үш батырымыз туралы мәлімет. 1. Тоқтар Әубәкіров, тұңғыш ғарышкер. Тоқтар Оңғарбайұлы қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, халық қаһарманы. Ол ғарышқа 1991 жылы 2 қазанда Союз ТМ-13 кемесімен ұшты. Ерекшелігі, Тоқтар Әубәкіров ғарышқа КСРО-ның соңғы, ал Қазақстанның алғашқы өкілі ретінде аттанды. Ол ғарышта 8 тәулікке жуық болып, маңызды ғылыми зерттеулер жүргізді. Маңызы, бұл оқиға қазақ елінің рухын көтеріп, тәуелсіздік қарсаңындағы үлкен жеңіс болды. 2. Талғат Мұсабаев, рекордшы ғарышкер. Талғат Амангелдіұлы ғарышқа 3 рет ұшқан, жалғыз қазақ. Оның сапарлары ұзақтығымен және күрделілігімен ерекшеленеді. Ұшу жылдары 1994, 1998 және 2001 жылдар. Жетістігі, ол ашық ғарышқа шығып, жалпы алғанда 341 тәуліктен астам уақытын ғарышта. Гиннестің рекордтар кітабына ашық ғарышта ұзақ уақыт жұмыс істегені үшін енген. Рөлі, ресейлік және халықаралық экипаждардың командирі ретінде үлкен жауапкершілік атқарды. 3. Айдын Айымбетов, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. Айдын Ақанұлы ғарышқа 2015 жылы 2 қыркүйекте Союз ТМ-18 кемесімен аттанды. Миссиясы, ол халықаралық ғарыш станциясында 10 тәулік болып, Қазақстанның ғарыш бағдарламасы бойынша ғылыми эксперименттер жасады. Еңбегі, ол ғарыштан жердің экологиялық жағдайын бақылап, қазақтың ұлттық тағамдарын, ірімшік, бидай көже және т.б. ғарыш жағдайында сынап көрді.